Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет семіз қойды сойып көрсететін боламыз. Мінекей бізде осы ұрғашы қойды сойып жатыр. Осы қойды 65.000 теңгеге алды. Осы қойдан енді қандай ет шығатынын көретін боласыздар. Сосын қойды соямайтын ағаларымызға, інілерімізге пайдалы кеңес болсын деп түсіріп жатырмын. Дәл осы видеоға қарап жасап көрсе болады. Мінекей осылай 4 бақайында осылай істеп алады. Сосын осы жерде бөлінетін жері бар өзін. Сол жерінен бітіп қисайтса өзі сынып кетеді. Солай ашып қоя бересіздер. Сосын терісін осылай кесіп аласыздар. Мінекей. Сосын ортасынан бастап осылай терісін ашып шығасыздар. Осылай бөлшектерге бөліп аласыздар. Сосын барып төбеге талға немесе басқа нәрсеге іліп терісін сыпыратын боласыздар. Осылай пақайларын бәрін алып тастайтын боласыздар. Мінекей. Еттің терілерін осылай ашып алып, осылай іліп қоятын боласыздар. Сосын шетінен терісін аша беретін боласыздар. Теріге ет кет қалмауы қажет. Сол үшін даққалап, әдемілеп осылай тура осы видеодағыдай жасайтын боласыздар. Мінекей. Өте керемет сойылып жатыр. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен әлі көптеген видео салатын боламын. Өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, келесі видеомды өткізе алмайтын боласыздар. Мінекей. Өте керемет, пайдалы ақпарат сіздерге. Осылай дәл видеодағыдай жасай алмайтын болсаңыздар, үйде ешкім жоқ болып қалса, осыған қарап жасасаңыздар болады. Мінекей. Қараңыздар, мұны теріге ет кетіп жатқан жоқ. Тура осылай ашитын боласыздар. Теріні тартып тұрасыздар. Сосын пышақтың ұшымен бұлай осылай кете берсеңіздер, өзі ашылып кете беретін болады. Мінекей. Дәл осылай жасаңыздар. Мінекей, төменгі жағын осылай ашасыздар. Теріні жыртып алмай, даққа осылай ашатын боласыздар. Мінекей, теріміз дайын. Енді осының үстіне еттерімізді қоятын боламыз. Яқта бас үйтіліп жатыр. Қазір басты да көрсететін болам үйтіп жатқан. Мінекей, шек қарына келді. Шек қарын осылай кесіп. Мінекей, осылай тазикке салып алатын боласыздар. Бауырын, бүйрегін барлығын осылай жеке-жеке бөліп алатын боласыздар. Майларын бәрін бөліп аласыздар. Сосын өкпесін осылай бір кесіп аласыздар да, сосын осылай тартып қалсаңыздар, мінекей, өңешімен бәрі осылай шығатын болады. Сосын жүрегін осылай 4 бөлшекке бөліп қанын ағыз жересіздер. Сосын 2 құлағы болады жүректің, сол 2 құлағын кесіп алып тастайсыздар. Енді бөлетін боламыз. Мінекей, төсетін осылай кесіп алатын боласыздар. Осы екі шетінде өзі көрініп тұрады.
төс еті. Тура сол сызықпен жүріп, пышақтың көмегімен төсін кесіп алатын боласыздар. Яғни күйеу балдарға беретін төс еті. Керемет, ең дәмді жері. Мінекей төс етін кесіп алдық. Енді мінекей қолын кесіп алдық. Енді қабыртқасын осылай пышақтың көмегімен ұрып осылай кесіп алатын боламыз. Өйткені бұл жерде сүйек бар, сол үшін пышақпен сәл басып ұрып жіберсеңіздер, өзі кесіліп кете береді. Сосын мінекей екінші қолын аламыз. Екінші қолын алып қойдық. Енді қабыртқа мінекей қолын алып жатыр. Енді қабыртқасын алатын боламыз. Мінекей. Енді мойын етін осылай сындырып алатын боласыздар. Осылай басып қалсаңыздар, өзі сынып кетеді. Бірінші орнын осылай пышақтың көмегімен орнын ашып алатын боласыздар. Сосын майыстырған кезде өзі алынып кететін болады. Мінекей, енді сан етіне келдік. Мінекей сан етін аламыз енді. Осы жерде сүйек бар, бөлінетін сүйек. Соны осылай 1-2 мәрте бұлай ұрып алсаңыздар, өзі осылай ашылып кетеді. Көрдіңіздер ме? Өте керемет. Барлығын өзінің жолы бар. Құйрық майды осылай бірінші кесіп алатын боламыз. Құйрық май өте керемет. Құйрық майды да осылай кесіп алатын боламыз. Достар, видео ұнаса, білмейтін достарыңызға, таныстарыңызға поделиться бөлімін басып жіберсеңіздер болады. Осы видеоға қарап, пайдалы кеңесімізді бөліссеңіздер болады. Мінекей, біздің қойымыз ішінде бөпесі бар екен, яғни қозысы бар екен. Обал болды, оны білмедік, біз базардан сатып алдық. Мінекей, қараңыздар, кішкене. Құдайдың өзі кешірсін енді. Мінекей, енді омыртқасын кесіп алатын боламыз. Осылай, тура осы жерде бөлінетін жері бар өзін. Соны тауып алу қажет, сосын кесіп ала беретін боласыздар. Мінекей, еттеріміз дайын болды. Енді жібімізді кесіп, екінші пақайымызды аламыз. Мінекей, яқта ішек-қарнымыз тазаланып жатыр. Яқта басы үйітіліп жатыр. Мінекей, басымызды үйітіп болып қалдық. Келесіде басты үйітіп жуғанын барлығын көрсететін боламын. Видеомды өткізіп алмай қараңыздар. Мінекей, ішек-қарнымызды майларын бәрін бөлшектеп жеке алып алды. Енді ішегімізді осылай тазалап алатын боламыз. Мінекей, енді қойдың пақайларын жеген өте керемет екен, әрі витамин екен. Сіздер де қойдың пақайларын үйітіп жеңіздер. Аяқ ауруына өте керемет пайдалы екен. Ішіндегі жіліктерін де шағып жеңіздер. Пақай өте пайдалы, денсаулыққа ас болсын.